Саламатсыздар ма, балалар? Қазақ әдебиеті сабағы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қыпшақ Сейітқұл заманынан озып туған адам. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы салыстыра суреттеулерді табамыз. Екінші, кейіпкерлердің әрекетін құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазамыз. Балалар, біз өткен сабақта сендермен Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл деген шығармасымен таныс болдық. Онда адал еңбекті насихаттау арқылы мұратқа жетуге болатындығын автор керемет бейнелі суреттелген. Және де біле білсеңдер, бұл оқиға кәдімгі тарихи оқиға негізінде жазылған әңгіме екен. Шындығында кітаптарыңа қарап оқып отырсаңдар, Қыпшақ Сейітқұлдың өмірде болғанын және шын мәнінде егін шаруашылығымен айналысқанын, өз қатарластарынан өн бойы озық болып, әртүрлі әдіс тәсілдерді ойлап тапқандығын байқауға болады. Қыпшақ Сейітқұл 30 үйлі жарлы Жақабай кедейлерді Қабырға деген өзеннің бойына көшіріп, ол жерде өзінің Түркістаннан үйреніп келген ескі үлгісімен егін егуге бастағанын байқаймыз. Әрбір отбасыға кетпен беріп, сол арқылы егін шаруашылығымен айналыстырып, молынан астық алған екен. Тіпті артылған мол астық өнімдерін айырбас жасау арқылы басқа елдермен де сауда қарым-қатынасын орнатып, сол өңірлерде астық піскен кезде жәрмеңкеде өткізгенін кітаптан оқу арқылы білуімізге болады екен, балалар. Сондай-ақ ол жерде Сейітқұлдың заманынан озып туған адам екенін дәлелдейтін тағы бір тұсы, ол сыртқы жаулардан, яғни барымташылардан қорғану үшін сол жерде шымнан биік қорған салдырып, малдарын реттеп, бақташы, қару-жарақты қарауыл, шыңдауыл жүргізген екен. Бұл да болса Сейітқұлдың ерекше әдістерді ойлап тауып, халқының жағдайы үшін барлық әрекеттерді жасайтынын байқауға болады. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың мақсатына көшейік. Шығармада салыстыра суреттеулерді байқадыңыздар ма? Шығармада біз баға беру үшін қандай дүниелер салыстырылды? Ойланып көріңіздер. Балалар, байқап отырсаңыздар, шығармада Қыпшақ Сейітқұл мен Сейітқұлдың ағасының өмір жолдары, арман ойлары, мақсат тілектері салыстырғанын байқауға болады. Енді біз де өз халімізше осы екі кейіпкерді салыстырып көрейік. Кейіпкерлердің мақсаты қандай болды? Қыпшақ Сейітқұлдың мақсаты 30 үй кедейді қалайынша етсем байытып, халық қатарына қосамын деді. Ал Сейітқұлдың ағасы бай боламын, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен ақша табамын, байимын деп ойлады. Екі кейіпкердің әрекеті қандай болды? Қыпшақ Сейітқұлдың әрекеті Қабырға деген өзен бойына елін көшіріп, Түркістан жағында көрген үлгімен егіншілікпен айналысты. Ал інісі болса, кешіріңіздер, ағасы інісінің айтқанын тыңдамай, ескі Түркістанда қалып, ұрлық-қарлықпен айналысты. Нәтижесінде Қыпшақ Сейітқұл жиылған халқы адалдары көбейіп, бай болды. Ел жиылып, жұрт ағасы атанды. Ал Сейітқұлдың ағасы болса, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені де белгісіз, біреу өлтіріп кетіпті. Балалар, екі кейіпкердің салыстыру арқылы не түюге болады? Өздеріңіз бағамдап көріңіздер. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Шығармадағы құндылықтар неде? Автор екі кейіпкерді салыстыра суреттеу арқылы не айтқысы келді? Сенің ойыңша, бүгінгі заманда адал еңбек мұратқа жеткізе ме? Енді балалар, осы сұрақтарды жауап бере отырып, әдеби эссе жазып көрейік. Әдеби эссені жазбас бұрын оның не екендігін мұқият түсініп алайық. Әдеби эссе түрлерінің ішіндегі ең күрделісі. Әдеби эссенің әр түрінің мақсаты, жазылу ерекшеліктері бар. Мақсат, жазылу ерекшеліктері эссе тақырыптары арқылы айқындалады.
әдеби эсседе өз ұстанымын көрсете отырып, шығармадағы оқиғалар арқылы дәлелдеп жазады. Мысалы, осы шығармаға байланысты егін шаруашылығы кәсіптің кереметі деген тақырыпты тарқатып көрейік. Егін шаруашылығы кәсіптің кереметі. Балалар, біз қазақ тілі сабағында эссенің 3 құрылымы болатынын, кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұратынын білдік. Және де қарапайым эссенің қалай жазылатындығына мысалдар келтірген болатынбыз. Енді бүгін әдеби эссенің ол эсселерден бір айырмашылығы, біз өзіміздің ойымызды, өзіміздің көзқарасымызды дәлелдеу үшін шығармадан міндетті түрде мысалдар келтіріп отыруымыз қажет. Ендеше эссенің кіріспе бөлімін оқимын. Егін шаруашылығы қазақ халқының күн көруі үшін қолайлы кәсіп болған. Еңбектенсең қара жерде тастамайды береді деген халық даналығы осыдан шықса керек. Егін шаруашылығының керемет нәтиже беретіндігін біз Қыпшақ Сейітқұл шығармасы арқылы көз жеткіздік. Балалар, мен тақырыпқа тоқталдым және де қандай шығарма арқылы осы ойымды дәлелдегім келіп отқандығын жаздым. Бұл біздің кіріспе бөлім. Енді негізгі ойды айтамыз. Негізгі бөлім. Біріншіден, халықты жоқшылықтан құтқарды. Мысалы, жоғарыда айтқан шығармада Сейітқұл қабырға деген жерге елді көшіріп, арық басына шығыр салып, суды шығырмен айдап, астықты молынан алады. Екіншіден, саудамен айналысуға мүмкіндік берді. Осы шығармада артылған астықты малға, түрлі тауарға айырбастап, малдары да көбейіп, тіпті егін піскен уақытта жәрмеңке сынды базар болды. Үшіншіден, егіншілік шаруашылығы халықты отырықшы етті. Бұрын көшіп қонған ел бірте-бірте тұрақты қонысқа көше бастады. Оны шығармада Сейітқұлдың еліне жан-жақтан көшпелі халықтар қосылып, 400 үйге таянған ел болуы осының дәлелі. Балалар, байқап отырсаңдар, негізгі бөліміміз аяқталды. Енді қорытындығы бөлімге келейік. Қорыта келе айтарымыз, кез келген кәсіп несібелі болу үшін аямай тер төгу керек. Сонда ғана өз кереметін көруге болады. Ал бау-бақша егіп, егінмен айналысып, оны күтіп баптасаң, қара жерде құр қалдырмайды екен. Балалар, өткен сабақта айтқанымдай, эссе жазу қызықты әрі күрделі. Сондықтан эссе жазуда барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Енді мына тақырыптарда эссе жазып көріңіз. Яғни осы 3 тақырыптың біреуін таңдап, әдеби эссе жазыңыз. Біз жоғарыда айтқандағыдай эссе жазу барысында міндетті түрде шығармадан мысалдар алып, өз ойыңызды дәлелдеңіз. Бірінші тақырып: адал еңбек, байлық бастауы. Қыпшақ Сейітқұл елі қалай бай болды? Осы сұраққа жауап іздеп көріңіз. Екінші: ізденген жетер мұратқа. Қыпшақ Сейітқұл елі барымташылардан қалай қорғанды? Немесе егіні өте өнімді болу үшін қандай әдістермен жүзеге асырды? Үшінші: ұрлық түбі қорлық. Сейітқұлдың ағасының тағдыры неге сәтсіз болды? Балалар, әрбір тақырып өте қызықты және шығармадан келтіретін деректер көп деп білемін. Сондықтан сендерге сәттілік. Үйренерлерің көп болсын. Рахмет, сау болыңыздар.